бүгінгі бірінші кездесу бұл, яғни мектептің мұғалімдерінің әдістемелік жағынан диагностикалау, осы 3 жыл бойы әдістемелік көмек ретінде мұғалімдермен тағылымдама өткізетін болады. Жаңа жабдықтар келгеннен кейін оны тиімді пайдаланып, сондай-ақ зерттеу жұмыстарын қалай жасау керек екенін бөлісіп, lesson study action research арқылы проблемалық мәселе туындайтын жерлерде бірге зерттеп, шешімдерін табу тағы да бір мақсаттарының бірі. Жобасы аясында Назарбаев зияткерлік мектептері Қызылорда филиалымен бірлесе жұмыс істейтінімізге қуаныштымын. Алдағы уақытта жалпы енді мектептің материалдық базасы осы қор арқылы молайтылып жатыр. Ал енді Назарбаев зияткерлік мектебі ұстаздары біздің мектептің мұғалімдерімен бірге оқу ортасын, қолайлы оқу ортасын, оқыту ортасын құруға әдістемелік көмек көрсетуде жақсы тәжірибеден аламыз деп ойлаймын. Зияткерлік мектебімен бірлесе жұмыс жасау біздің мектепті үлкен жүйелі жетістіктерге жеткізеді деген ниеттемін. Жалпы қазіргі таңда біздің мектебіміз аудан бойынша білімді балаларды оқуда озат оқушыларды тәрбиелейтін мектептердің бірі. Дегенмен біздің де әрі қарай дамуымызға бұл үлкен септігін тигізеді деген ниеттемін бұл жоба.